Қосылар жобасының экс-қатысушысы Диана өзінің күйеуі Хамоға өте қатты ренжулі. Және де Диана айтады, біздің ортамызға Хамоның достары түсіп жатыр, біздің өмірімізді, отбасымызды көре алмай жатыр, сол себептен екеумізді айыруға тырысып жатыр деп жылап, сондай бір өзінің видеосын салды Инстаграмдағы сторис парақшасына. Ал Хамо бұл жайлы айтып жатыр, біздің өмірімізге араласпаңдар, ол екеуміздің ортамызда болып жатқан нәрсе, бірақ Диана өзінің барлық болып жатқан жағдайды Инстаграм парақшасына салғаннан кейін әрине халық көреді, және де біз таңғалып қалдық, не болып қалды деген секілді. Және де Диана біздің отбасымызды Хамоның достары бұзып жатыр, соның достары барлығын істеп жатыр екеумізді ажырату үшін деп жылап, сондай бір өзінің видеоларымен бөлісті. Жалпы бұл туралы сіз не ойлайсыз? Достар, өзің күйеуінің достары сенің отбасыңды бұзуы мүмкін бе? Және де достардың отбасына ықпалдығы қаншалықты көп? Және де видео соңында Диананың салған стористарынан үзінді болады, міндетті түрде. В общем, қазір менің нервім шығып отыр. Осы уақытқа дейін мен сыйла келдім да, ауылдағы дос баласы, Машаттағы ортамызға түсіп жатыр да, просто маған обидно болғаны қайтаға достар деген отбасы бірге болсын деп көмектеседі. Ал кей достары қыздардың несін жіберіп, тиктогын жіберіп, осыларға лайк бас, роза ат дейді. Сіздер үшін ол қаншалықты дұрыс? Әдейі отбасын құртып жатыр ғой олар. Мен по-любому салам дедім, мен салам осыны көрсін. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Елдер ештеңе білмейді. Мен даттап жатыр екен. Якобы сен қорғамадың, анау мынандай болғаны, короче, екеуі менің сөзім сөйлетіп екеуі қырылып қалады. Сонымен мен досқа звондап, айбал неғып ондай әңгіме айтып отырсың, анау тасташы құрсын деймін, короче. Жас бала сияқты қырыла бермейді. Білесің ғой, қазір сен әрбір сөзіңе сеніп қалады деймін, короче. Сонымен ол күлді да, короче, айтты, мен ойнайын деген ғой дейді да, типа анау Диана серьез қабылдап кетті ғой дейді. Білесің ғой, қазір мына эмоциях дедім, тем более босанғанда. Все деп жатқан, сол кезде Диана бірдеңе деп қойды, айбал қоя тұршы дедім, айқайлағам, соған сен мені боқтадың деп жылап ренжіп. Хотя ондай қатты бір серьезный тірлік болған жоқ негізінде. Соны айтайын деген ғой сіздерге. Бір нормально. Айтпаш құттықтап қойыңдар, машина шықты, шешесіз. Жоқ, 25-ші жыл мен 26-ші жылда общий қосқанда 1 жыл детейлингте жаттым машина. В общем, айтқым келетіні, детейлингқа таныс тамыр деп бармаңдар. Сенің қажет жоқ. Енді бір адам үшін бәріне топырақ шашпаймын ғой. Но мен барған детейлинг конченый екен. Әлі де тірлігін дұрыс тындырған жоқ. Халтуры жеткен жерлері бар. Коррекция істеп, не істеп береміз деп тұр. Жарайды, бірақ қазір тастап кетесің бе, коррекция істейміз ғой дейді. Ебать, қазір мен тастап кетсем, тағы 1-2 ай жатуға желание жоқ та, короче. Енді әйел бала жағым бар. Ары бері жүруім керек, машина керек. Соны айтты, қашын лучше коррекцияға келе салайын. Қазір мазамды алмышты, шығып кеттім өсім. Солай достар, машина өзімізде сағылып қап шешем. Ой, жаным, попочка. Достар, бүгін біз өзіміздің сериал түсіріп жүрген составпен бірге кездесіп қалған жайымыз бар. Қазір отырмыз. Менің жанымда Диас, мына жақта Алибек, Эля. Қазір Арай енді келеді. Не деген сұқ? Ондай емес пе? Отырған жерімізде тамақтанып алдық енді. Қазір пландарымыз бар, сол пландарды жазамыз дегенде ғой. Сіздер не істеп жатсыздар, күндеріңіз қалай өтті? Бұйыртса бізге гипнозға, енді гипноздың фильмі шығады, ертең 15-ші қаңтар міндетті түрде келіңіздер, сіздерді күтеміз. Егер естеріңізде болса, кешіме таңдама салып едім ғой. Ұйықта қалып, массажға бара алмай қалдым деп енді келдім. Жамбастағы, сандағы терледі, енді айтамын, даже ұсталмайды ғой. Бұйыртса енді кетіріп алайын сіздерге дой пөсі көрсетем. Мен осындай донер жасадым. Прям хрустящий болып тұр. Иісі күшті шығып тұр, өзіме қатты ұнап тұр. Ішінде барлығы бар. Соусын түр-түрін қостым, соусын шығып тұр, көрдіңіздер ме? Қазір дәмін татып айтатын болады. Иісі қалай? Иісі күшті? Да, иісі.
Лақтырлақ па? Аспасын. Бері кеп түсіңші алдына. Алдына кеп түсіңші. Мына жерге кеп бір түсің. Дауысын естісін. Давай. Қалай айтсың? Өздеріңіз білетінсіздей, мен қазір ем іздеп жүргендіктен қазір шашым өте қатты түсетін болған. Иммунитет әлсіреп, үй қышыл сондай болып кеткен, және де Киванада мынандай. Қазір маған осы витаминді айтты, осы витаминді алғалы жатырмын. Одан кейін мамаларға арналған мынандай витаминдер бар екен. Мынаның ішінде биотин, B3, B5, B6 бәрі бар екен. Бұл жерде тоже қараңыздар. Осыны айтты. Аламын и сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Мына жерде ем іздеп жүрген аналарға, қыздарға, балаларға барлықтарына витаминдер бар. Еркектерге де кератин, все есть. Мына жақта неше түрлі макияждың заттары бар. Мен всегда өзіме тоналка аламын. Dior аламын және де өзіме ұнайтын қарындаштар осы жерде алып кетемін, және де өте қол жетімді бағада барлығы. Қараңыздар. Және де мен бүгін фиксатор алдым бетке. Бірінші үшін мен онда алдым. Темный цветінен, потому что менде тез бітіп қала береді. И жаңартып қойдым өзімнің косметичкамды. И және мына жақта фиксатор алдым. Және де деген мен өзіме қазір мына жерде Оллин мен осының шашқыр себетіме қолданым ғой енді. Қазір мен несін алдым? Сывороткасын алдым, және де мына жердегі для волос масласын алдым. Ал мына жерде мед для масла. Мына екеуін алдым. Міндетті түрде сіздерге қолданып көрсететін боламын. Мынаны мен қолданып көрген, потому что иісі өте дем шығады масланың. Ал мына мен пока әлі қолданып көрген жоқпын. Сіздерге айтатын боламын. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер.